Неге араластың? Өзім ақ шешіп алатын ема? Сонда қыздар мысық қойып қарап тұрады деп ойлап тұрсың ба? Тем более шашыңнан тартып атқан жоқ па? Менің артымнан қанша жігіт жүгірді. Бірақ сен сияқты өзі өстіп қалмас. Тебе больно? Но мне приятно. Папаның охранасы ше? Олар мен вообще ерітпеймін. Только сол туған жерге ғана жүреді. Көктем қайда табыстырар бірақ деп үміттеніп жүрмін сенен жырақ. Рус! Ау! Сисиневатсыңдар ма? Жоқ. Жоқ. Мен ана жақтан сендерді көріп сисинеп жатыр екен деп ойлап. Сенде картошка жоқ па? Мен бағана шикіні жеп алдым, қармас деп шыдай алмадым. Әсел салып жүр. Барамыз да ертең қалаға. Ой, наконец-то. Тозып кеттім. Үстік кейделек, тағы тақтан түнек жарық бар білем, шешімі еңбек айту үшін болашақта келемін еңбек сені үйгене керек, мама үйгене керек. Ей, мен сендерді түсінбедім ғой. Сендер кімсіңдер? Мен неге бұнда алып келдіңдер? Ата, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ба? Күйлі қуаттысыз ба? Сіздің мазаңызды алып, уақытыңызды алған болсам, бізді кешіріңіз. Сіз бүгін ертеңге дейін осында боласыз. Сіз үшін бәрін дайындап қойдым. Мен сені танымадым ғой, балам, ей. Ата, мені танымайсың, менің атым Мақсат. Мақсат болады. Орсылан балаңыз сізге тосын сый дайындап қойды. Сол сәл-пәл кешігіп жатыр. Сондықтан сіз осында тұруға тура келеді. Орсылан балам дейсің бе? Иә. Ол өзі маған неге хабарласпайды? Өзі қайда жүр өзі? Ата, ол жұмысманмен жүр. Сәл-пәл кешігіп жатыр. Келеді ғой енді, шыдаңыз. Ей, жігіттер! Мен сендерге ақымақ емеспін, білдіңдер ме? Мен сендерге кішкентай бала емеспін ғой. Олай апыр-топыр алып келіп, болмайтын бірдеңелерді тыңдап тұратын кім деп ойлайсыңдар ей мені? Болмайтын бірдеңелерді тыңдап тұратын менің уақытым жоқ, білдің ме? Мені қайда әкелдіңдер, сол жерге апарып тастаңдар. Ана! Қысқасы, сіз ертеңге дейін осында боласыз. Сен маған приказ беретін кім едің сен? Нәрселерге жыным шығарды ғой, осындай айтқан сөз түсінбейтін шаларды ғой. Жыным келіп кетеді, нервім ойнап кетеді. Апарып тастаңдар. Жібер деймін мен сені. Апар. Жібер. Жібер деймін. Жібер деймін мен сені. Жібер деймін. Бля, заебалым шығып кеттім, апох. Тезірек айдаш. Бля, айтпаш братан шеш. Жет сайдан дарбызды өзім артып, өзім әпке атқан сияқтым. Бара салсаң баняға түсемін. Мапох, өтініш, барлығы таза болсыншы. Айтпақшы, Руслан екеуміз Қызылордаға кетіп бара жатырмыз. Жұмыста 2 күн болмайтын жанбыз. Товар апарып беру керек. Қандай товар? Бургерлердің товарлары ғой. Сендер неге онда сатпақшысыңдар? Сендердің онда точкаларың жоқ қой. Тем более ең жақсы сауда Алматыда емес па? Білмеймін. Руслан шешеді ғой, білесің ғой. Руслан қандай бар ғой. Сен күнде осында келіп, шай ішіп, жұмысқа тұрып алсам ба деп ойлаған едім ғой. Өзің жұмысыңа не болды? Ой, онда төбеден су ағып, офисті 4-5 күнге ремонтқа жауып тастаған. Өзің білесің, үйде жұмыс жасай алмайсың, жатып қала бересің. Сол осында келіп жұмыс істесең бе деп ойлаған едім. Ладно. Тек Руслан айтпашы. Просто ол білсе ренжиді да. Сонда келіп жұмыс істей бер. 2 айда бәрін қай жақтан қою керек екен білесің.
Мапох, сен шынымен айтып тұрсың ба? Иә. Блин, Мапох, сен мені құтқардың кәдімгідей. Айлығынан саған бір донер. Рахмет. Пока шайдан. Аха. Мен жай ғана барлығын құрастырып алған болайыншы. Өтініш, Мапох. Сен әсел. Сел, сен өз басыңа бірдеңке құрастырып алдың. Мапох ондайға бармайды. Бля. Тұра бермей отыра беріңдер. Мен қазір өзім сөйлесем. Саламатсыздар, капитан Аскаров. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Тыныштық па, братан? Тыныштық қой. Бізде рейд жүріп отыр. Құжаттарыңыз бола ма? Сосын кім бар көлікте? Барын шығыңдар. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, братан, жақсылар ғой? Я, братан, бизнес ғой бізге. Ұмтасып жатырық қаладан қалаға, бұлай. Ары бері. Дұрыс қой? Дұрыс. Бізде де жұмыс қой. Рейд жүріп отыр жігіттер. Братан, бір келісіп жібересіңші қалай жағасы? Жетіп қалған. Жоқ, бізді парақор деп ойлайсыңдар ма? Давай, ашсаңдар. Ничего, давай. Жұмыс болып жатыр. Не мынаның ішінде? Ұн ғой. Бургерін ашқанбыз соларға. Басқаға ұн тосып отыр. Ау? Мынау ұдыс аяқ сондай. Неге? Мынаның құжаттары бар ма? Сертификат анау? Сертификат дегенде бір-екі жәшігі, қалған бәрі ұн ғой. Өзіміз алма салғанбыз соны. Міне бір-екі жәшік тек. Жоқ, сертификат көрсетіңдер. Сертификат болғанда, братан, енді бастаған бизнесмендер, кәсіпорындарымыз ғой. Енді бізде де жұмыс істеп жатырмыз ғой. Братан, былай істейік та. Туған туыс бар, дос жараң бар. Сіздерге біреуін тастап кетейік. Пара алатын адам болып қоймыз ғой. Жоқ, енді ағайын, жас бизнесмендер өздеріңіз сияқты ағаларым қолда маған кім қолдайды біз? Біреу аз болмай ма болса? Бір 50 нал тастап кетейін енді. Миллионда. Жарайды. Нелерің қайда? Точкалерің қайда? Кіреміз баратын ба? Қалада бұйырса, обязательно келіңіздер, обедке ужин. Біздер. Давай, тағы жол. Иә? Жеріне сәттілік. Жақсы. Жақсы, рахмет. Сәттілік, давайте. Жақсы болды ғой. Қой, болет. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уалейкум ассалам. Аман есен жолдан шаршамай жеттіңдер ма? Жол ұзақ, біраз жүріп қалдық енді. Жол шаршатады. Ал, Мақсат ағаң қалай? Жақсы, как раз сізге сәлем айтып жіберді. Онда сәлемдемесін кешіктірмей алайық. Жігіттер.
Тимур. Санап аласың ба? Ну, придется менікі жеткізу, әйтпесе өзім алып кете беруші. Молодец. Санап алғаның өте дұрыс. Мына өмірде өзіңнен басқа ешкімге сену болмайды. Макс та біледі, братандары, кіммен жұмыс істеу керек екенін. Ал, мына егес кім? Таныстырмағым Ну, ғой. мапох, мен досым. Бұл Наргиз. Мен Руслан. Бір қап картошка тиегендей әйелің тиіп апсың ғой. Жоқ, мен өзім қоймай ілесіп алдым. Негізі планда жоқ болған. Дұрыс. Әйелдің орны қазан ошақтың басында. Басын ондай қауіп қатерге тіге берме. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Наргиз, Ау? тасташы ана бәле. Мен не саған мешать етіп отырмын. Шынымды айтайын ба? Допустим. Мен сені ұнатып қалдым. Может, не в тему мына машина айта салғам. Бірақ ертең қалаға барғанда екеуміз кездесеміз ба, кездеспейміз ба, мен білмеймін. Мен саған үйленейік деп те жатқан жоқпын. Бірақ жай сені ұнатып қалдым. Сен өзің әдемісің, ақылдысың. Мына нәрсе саған вообще жараспайды. Тупо өзіңді өлтіру ғой мынау. Сонша адамға сатып алып, енді тупо мен ойлап қалдым. Мен ол кезде өзімнің таныстарыма сатпағам. И сені көргеннен кейін менің басыма ол енді жетіп отыр. Менің анам осыдан қайтыс болған. Білесің бе кім мұны? Кім? Әкем. Қалай сонда? Мен кішкентай кезімнен осыны көріп өстім. Әкем мамаға қалай үйреткенін, мама қалай зависимая болып қалғанын. Бірақ кейін әкем мамаға мүлде бермей қойды. Сосын мама өз-өзіне қол жұмсап. Сонда тупо әкеңді кешіре салдың ба? Менің әкем негізі мамаға көмектеспекші болды ғой. Бірақ все уже было поздно. Менің басқа вариантым жоқ. Әкемді кешірем болды. Әкемсіз күніммен не болмақ? Мен никогда жұмыс істеп көрмегем. Бәрін әкем жасайды. Мен де өкініп келе жаттым мына істеген нәрселерді. Ертең қалаға барғаннан кейін күніне 5000 теңге тапсам да таза бургерлер сатам. Сен мені тоқтатқанмен, өзінің жұмысыңды тоқтатқанмен бұл нәрсе тоқтамайды. Ол үшін самый крупныйларын кетіру керек. Менің әкем секілділерді. В данный момент менің әкем қанша семьяны құртып отыр. И что ты предлагаешь?
Мен ақша ұмытып кеттім, тәскелеме. О, менің қырандарым, менің жолбарыстарым. Мен сендерге сенгеммін, сендерге сенгем. Жолбарыстарым, қырандарым. Мынау сендердің доляларың, артығымен алыңдар. Сендер ұлы тірлік істеп келдіңдер. Рахмет аға. Айтпақшы, досыңыз сізге сыйлық беріп жіберді. Ойбай, ол қандай сыйлық? Ой, ол сыйлықты сыйдырта алмай, ана машинаның ішінде тұр, барып көрейік. Ой, келіп, ол досымда бір еріткен демеген. Керегі жоқ демедіңдер ме? Ой, аға айтты, қоймай қойды ғой. Досыма деп. Барып көрейікші. Жарай, жақсы көрсек көрейік. Мен сыйлық берген де, алған да ұнатам. Жүріңдер көрейік. Тұман, осы кезден ма? Білмедім, вроде жасыл сияқты еді. Жүр, көрейік. Ал, Мақсат мырза, кездесетін уақытта келді. Какалы, бля. Енді ұзақ уақыт бірге боламыз. Қарындас, тыңдап тұрмын. Не көмек? Мен сізге бір адам жайлы айтқым келіп тұр. Да, хорошо. Рус. Апоқ, жарайсыңдар. Елге көмектерін тиді. Айда! Привет. Қайдың ортақтың бауыры. Атаң сенімен мақтанып. Сен талай адамның өмірін құртқан қылмыскерді ұстадың. Бұйырған осы шығар енді.
Өз-өзіңе кел, бекем бол. Ана мақсаттың делосына керексің әлі. Жақсы. Мапо, сен маған қанша ескерттің. Ал мен болсам, ақшаның артынан еріп жүре бердім. Енді мен кесірімнен атам қайтыс болды. Рус, братан, өзің кінәлай бермеші. Маңдайға жазған осы шығар. Бастысы өзімізге келдік. Енді ары қарай дұрыс өмір сүрейік.